О, нацисттер шығарған сусын. Қайдағы нацисттер? Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германияға Кока-Коланың басты ингредиентін жеткізу тоқтап қалған. ақш эмбарго жариялады. Англия теңізді жауып тастады. Сөйтіп немістер өздері жаңа сусын ойлап табуға мәжбүр болды. Сонда фанта соғыс өнімі болып тұрғаны ма? 1940 жылдары Макс Кайт Германиядағы Кока-Кола зауытында істейтін. Арнайы шарбат жоқ, қолда бары тек қант қызылшасы, сарысу және алма жома. Соның бәрінен фанта сусынын жасап шығарған. Мәссаған, аты да немісше ме сонда? Қызметкерлерге қиялдарыңды қосыңдар деген немісше қиял фантази болады. Содан фанта атау шыққан. Әлгі Кока-Коланы теріс оқығанда алока-кок деген шығады. Оның мәні анандай, манандай деген конспирологияға қарағанда бұл кәдімгідей тарихтан алынған деректер. Сонда бұл сусынды ішпеген жөн болар? Жоқ, әрине, өзіңе зиян болмайтындай мөлшерде іше бер. Бар айтпағым, бұл өмірде кей өнімнің тарихы біз ойлағаннан әлде қайда қызық. Қысқасы, осындай қызық дүниелер дейсің ғой. Дәл солай. Ғылым, тарих, қызық деректер іздеп жүрсең, Қазақ Бабылға тіркел.